Спорт тарихында адамзат танып, аты аңызға айналған тұлғалар аз емес. Бірі жетістігімен, бірі адамгершілігімен, енді бірі елде жоқ ерекшелігімен есте қалды. Спорттың бір құдіреті де осы шығар бәлкім. Бокс дегенде бірден ойға оралатын жекпе-жектер жайлы білмесе де, көрмесе де, әлем халқы айрықша ардақ тұтатын тұлғалардың бірі Мұхаммед Али. Оның есімі мен бокс ұғымы егіз секілді. Даңқы жер жаһанға дүркіреген боксшы 2016 жылы дүниеден озғанда көзіне жас алмаған жанкүйер болмады. Иә, Мұхаммед Али көзі тірісінде көпшіліктің қошеметіне бөленді. Оның жекпе-жектерін көрген адам қанша уақыт аузынан суы құрғап айтып жүрді. Ал оның қайырымдылығы мен жан баласына деген мейірімділігі бір төбе. Сөйткен Мұхаммед Али де кәсіпқой бокста жеңілген, ал жанкүйерлері боксшыны жеңіліске қиған емес. Мұхаммед Али кәсіпқой бокста 61 рет жекпе-жек өткізген. Оның 56-сында жеңіске жеткен. 37 жекпе-жегінде уақытынан бұрын аяқтаған. 5 кездесуінде жеңілген. Бүгін бокстың аңызға айналған тұлғасын жеңген боксшылар жайлы азды кем айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Кен Нортон. 1973 жылы 31 наурыз. 1973 жылы Мұхаммед Али, Сан-Диего, штат Калифорния. Кен Нортон есімді боксшымен жұдырықтасты. Қарсыласы аса танымал емес боксшылардың бірі болатын. Тіпті соңғы жекпе-жегінде $300 гонорар кездесуге де шыққан. Әйтсе де Джо Фрейзердің спарринг қарсыласы болып жүрген Кен осал боксшы болып шықпады. Әйгілі боксшыға қарсы әбден дайындалғаны байқалды. Екінші раундта Кеннің бір соққысы дөп тиіп, Мұхаммед Алидің жағы сынды. Дәрігер жекпе-жекті тоқтатуға тырысқанымен боксшы алған бетінен қайтпады. Нәтижесінде 12 раунд бойы жарақатымен жұдырықтасып, төрешілердің шешімі бойынша Али жеңілді. Дәрігер жарақатына қарамай жұдырықтасқан боксшының ежеттілігіне таңдай қақты. Ал бұқаралық ақпарат құралдары даңқты тұлғаның мансабы таяп келе жатқаны жайлы жаза бастады. Мұхаммед Али жарақатынан айға сала Кен Нортоннан есесін қайтаруға асықты. Инглвуд шаршы алаңында қайта жолығып, бұл жолы 12 раундтық жекпе-жекте Али төрешілер шешімі бойынша жеңіске жетті. 1976 жылдың 28 қыркүйегінде екі боксшы тағы да шаршы алаңда кездесті. Нью-Йоркте өткен бокс кешінде 15 раунд бойы жұдырықтасты. Төрешілер бір ауыздан Мұхаммед Алидің жеңімпаз ретінде таныды. Кен Нортон да америкалық боксшы. Кәсіпқой бокста 50 жекпе-жек өткізіп, 42-сінде жеңіске жеткен. 7 кездесуінде жеңіліп, бір жекпе-жегін тең аяқтаған. 2013 жылы 70 жасында бақилық болды. Осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де осы видеоның жалғасын көргіңіз келсе, ол жайлы сипаттамаға жазып қалдырыңыздар. Видео жайлы өз ойларыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Видеоны аяқтамай тұрып, ең қызықты онлайн ойындардың бірі World of Tanks ойынын ұсынбақшымын. Ойнап көр, өз достарыңды шақыр. Менің сөзім шын екеніне көзіңді жеткізесің. Сілтеме төменде.